Жүрекке жылы тиетін, жұмсақ күлкісімен мөлдір жанары бар қыз еді. Оның аты Арай, ол кедей болса да, сүйіспеншілікке толы отбасында өсті. Сол жерде оған ең маңыздысы жүректе тек жақсылықты сақтау екенін үйреткен. Бір күні олардың қаласына Айбар келді. Ол көне әулеттің мұрагері еді. Ұзақ уақыт төсекке таңған жұмбақ дерттен кейін тыныштық пен оңашалық іздеп жүрген. Ел ішінде оны әлсіз, елеске ұқсайды деп айтатын. Ал оның әулеті жайлы тек түнде сыбырлап айтылатын қараңғы құпиялар бар дейтін. Арай Айбарды кездейсоқ жолықтырды. Ол аптап ыстықта базар ортасында есінен танып қалған қарт арбакешке көмектесті. Айбар оның жұрт елемейтін адамға деген ықыласын көріп, онымен тілдескісі келді. Олардың әңгімесі ұзаққа созылмаса да, Айбар қыздың жанарынан ерекше бір тыныштық тапты. Бала кезінен жанын жайлаған қараңғылық қыз оған қараған сайын кейін шегінгендей болатын. 2 айдан кейін Айбар оған ұсыныс жасады. Барлығы таң қалды. Қарапайым қыз бен бай мұрагер, мүмкін емес, ертегідей одақ. Бірақ Арай келісімін берді. Ақша үшін де, мәртебе үшін де емес. Ол Айбардың нәзік болмысының ар жағында мейірімге зәру жан жатқанын сезді. Олар тыныш қана үйленді. Үйлену тойы иеліктің шетінде орналасқан ескі шіркеуде бөтен көзден жырақ өтті. Келесі күні олар сұр тастан тұрғызылған, мұнаралы, готикалық терезелері бар алып сарайға келді. Мұнда үнемі суық жел есіп тұратын. Үй тірі сияқты еді. Дәліздері күңгірт, үнсіз. Қызметшілердің жүздері төмен, қадамдары елес сияқты дыбыссыз. Айбарды ауруы жібермеді. Ол дәрі-дәрмекпен кітаптарға толы бөлмесінде жиі жатып қалатын. Кейде ол көңілді, нәзік болып, камин жанында өлең оқитын жас ақынды еске салатын. Ал кей күндері мүлде өзгеріп кететін, дауысы суық, жат, қатқыл шығатын. Арай қорықпауға тырысты. Ол махаббат пен қамқорлық ең қараңғы жанды да емдей алады деп сенді. Бірақ күн өткен сайын үйде түсініксіз жайттар көбейе берді. Бір түні ол кітапханадан шыққан сықырдан оянды. Іште ешкім болмауы керек еді. Бірақ есікті ашқанда кітаптар өзінен өзі сөрелерден құлап жатты. Тағы бірде жертөледен тұзбен сызылған шеңберлерді, көмірмен салынған таңбаларды және көне шанарды тапты. Бір күні қарт басқарушы Марлен оны баспалдақта тоқтатып, ол әрқашан мұндай болмаған. Бұл үйде тек ол ғана тұрмайды деді де үнсіз кетіп қалды. Соған қарамастан Арай кетпеді. Ол Айбардың ішінде жалғыз өзі жеңе алмайтын күрес жүріп жатқанын білді. Ол жауап іздей бастады. Кітапханадағы құпия есіктердің ар жағынан табылған ескі кітаптардан әулетке салынған қарғыс туралы оқыды. Бір ата бабасы билікке құмар болып, қараңғылықпен келісім жасаған екен. Содан бері әулеттің тұңғыштары сол таңбамен дүниеге келеді. Бұл жай ауру емес еді. Бұл дәрмен жазылмайтын көлеңке. Арай бәрін түсінгенде жылады. Бірақ оның жүрегінде қорқыныш емес, тек аяушылық пен батылдық болды. Егер қарғыс бар болса, оны жоюдың да жолы бар деп сыбырлады ол. Мен оны қараңғылыққа бермеймін. Бірнеше апта өтті. Сарай бұрынғыдан да суық тартты. Бұл физикалық суық емес, үйдің өзі тұманданып, жанды қарып бара жатқандай еді. Айбар жиі есінен танып қалатын. Сондай сәттерде оның даусы өзгеріп, Арай түсінбейтін тілде сөйлейтін. Түнде біреуді шақырып айқайлайтын, Мар. Бір түні ол көзін ашты. Бірақ ол басқа көздер еді, қараңғы, түпсіз. Кет. Кеш болмай тұрғанда. Ол жақын. Келесіде мен оны ұстай алмаймын деді. Арай шегінбеді. Сен жалғыз емессің. Мен қасыңдамын деді. Келесі күні ол кітапханадан әулет ата бабасының күнделігін тапты. Онда өлімді жеңу үшін қараңғылықпен келісім жасалғаны жазылған. Бірақ әр ұрпағы сол көлеңкемен күресуге мәжбүр болыпты. Арай бір нәрсені түсінді, қараңғылықты жеңу, оны жою емес, оны қабылдау. Келесі күні ол Айбардың жанына жатты. Сен құбыжық емессің. Сен адамсың. Мен сені толық күйінде жақсы көремін деді. Сол сәтте бәрі өзгерді. Бөлме жарыққа толғандай болды. Айбардың көзі қайтадан өзінікі болды. Ол өмірінде алғаш рет жылады. Арай да жылады. Қарғыс толық жоғалып кеткен жоқ. Бірақ ол енді күшін жоғалтты. Айбар біртіндеп сауыға бастады.
Үй де жарықтана түсті. Қызметшілер күле бастады. Марлен, сіз оны қылышпен емес, жүрекпен жеңдіңіз деді.